Саясат Нұрбекұлы, әлемнің озық университеттері студенттерді зерттеу арқылы оқытады. Біз де осы мәселе төңірегінде бірнеше рет әңгіме қозғадық. Сіз жақсы білесіз соны. Сонымен қатар студенттердің зерттеулері, ғалымдардың ғылыми жұмыстары ол экономикаға жақын болу керек. Экономиканың сұраныстарына, талаптарына біз Қазақстанда қандай осы бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз? Құрметті Олжас Абайұлы, өзіңіздің тапсырмаларыңызбен қазір 4 үлкен бағытта жұмысты жүргізіп жатырмыз. Бірінші бағыт жоғары ғылыми техникалық комиссияның жұмысы өзгертілді. Енді сол комиссияның құрамына ең ірі кәсіпорындардың басшылары шақырылды. Енді тапсырысты ғылыми тақырыптарды ғалымдардан сұрамаймыз біз. Енді өндіріске барып, өндірістің негізгі технологиялық проблемалар, ғылыми үлес қосылатын проблемаларды жинақтап, сол өндіріс енді беретін болады тапсырмаларды. Екінші үлкен өзгеріс ол осы ең соңғы көрсеткен мен филиалдар картасымен байланысты. Енді әр жергілікті біздің өңірлік мемлекеттік университеті халықаралық серіктестіктің көмегімен зерттеуші форматқа үлкен трансформацияны бастады. Үшінші үлкен бағыт ол біздің ғылым қорымызға қатысты. Олжас Абайұлы, ғылым қоры енді венчурлық қор форматында, жаңадан қабылданған заңның аясында өндірісшілермен, жеке компаниялармен тікелей бірігіп, қосымша арнайы инвестицияларды ғылымға тартуға бағытталып отыр. Біздің гранттық қазір берілген қаржыландыруымыздың форматы да өзгеруде. Енді біздің ғалымдарымыз ақшаны алу үшін талаптар күшейтіледі. Енді сол өндірістік проблемаларды шешуге бағытталады. Және соңғы ол жас ғалымдарымызды, жалпы ғалымдарымызды әлеуметтік тұрғыдан қорғау үшін қабылданған заңның аясында оларға қосымша жалақы көтеруге, қосымша төлемдер, баспанамен қамтамасыз ету, жас ғалымдарға гранттардың санын көбейту үлкен бірнеше шараларда қабылданған. Ғалымды енді біз шығармашылық және нақты мәселені шешуге бағыттауымыз керек. Бұл кешенді бірнеше осындай шаралардың арқасында тапсырмаларымыз орындалатын болады.